Бүгінгі тақырып бізде жасуша патофизиологиясы деп аталады. Жалпы жасуша патофизиология деп отырғанымыз жасушаның зақымдануы. Жасуша зақымдануы дегенде біз жасушаның құрылысы және де функциясының бұзылысын айтамыз. Құрылысы бұзылады және функциясы бұзылады. Өзінің қызметін дұрыстап атқарамайтын болады. Енді этиологиясына келетін болсақ, не үшін? Екі этиологияны қарастырамыз, біреуі экзогенді, біреуі эндогенді. Бізде экзогенді және эндогенді. Экзогендіге мысалы механикалық жатқызамыз. Соққы, кез келген травмалық удар деген секілді барлығы механикалық әсерге жатады. Одан кейін электрика, тоқ соғу, одан кейін температураны жатқызсақ болады. Жоғарыда, төменгі температурада, электромагнитті толқындарды, иондаушы радиацияларды, қышқылдар, сілтілер, химиялық заттар барлығы, немесе ауыр металдар, осылардың барлығы бізде экзогенді, сырттан кеп түскен зақымдаушы факторлар болып саналады. Бұларға дәрі де жатады, микроб та жатады, вирус, саңырауқұлақ және де адам болғандықтан бізге психогенді факторлар да жататын болады. Біреудің сөзі, біреудің іс-әрекеті біздің қатты әсер етіп кететін болады. Эндогендіге келетін болсақ, оттегінің шамадан көп болуы, не болмаса оттегінің шамадан тыс болуы, гипоксия деген секілді. Не болмаса сутек иондарының, калий иондарының көбеюі, не болмаса азаюы болып саналады. Кальций ионы да бар және де. Бос радикалдар бар және де бізде. Бос радикалдар. Олар бізде асқын тотықтырғыш заттар болады. Және де осмотикалық қысымды жатқызамыз. Осмотикалық қысым. Міне. Одан кейін иммундық комплекстер, антигендер, антиденелер барлығы эндогенді факторге жатады. Жасушаны біз енді зақымдануына қарай, уақытына қарай жіті деп ажыратамыз, және созылмалы деп ажырататын боламыз. Атайып тұрғандай, жіті өте жылдам болады, созылмалы ол ұзақ процесс болып саналатын болады. Тікелей, не болмаса жанама деп айтсақ болады. Тікелей ол бір жасушаға қандай да бір заттың тікелей әсер етуі. Ал жанамасы бір жасуша бүлінді, оның ішіндегі биологиялық активті заттар сыртқа шығып қалған жасушаларды бүлдіретін болады. Қайтымды, не болмаса қайтымсыз деп айтса болады. Енді бізде жіті жасушаның зақымдануының өзіндік кезеңдері болады. Ең бірінші кезеңі ол бізде этиологиялық фактордың келіп түсуі. Жасушаға әсер ету этиологиялық фактор деп жазып қояйық. Одан кейін екінші бізде арнайы емес жасушаның әрекеті. Арнайы емес деп отырғанымыз, мысалы, мембрананың өткізгіштігі артып кетті, ферменттердің мембрананың жұмыстары тежелді, одан кейін рецепторлардың сезімталдығы төмендеді, одан кейін тағы да ацидоз жағдайын айтсақ болады, жасуша ішілік және де ионды байланыстардың бұзылысы, барлығы осы арнайы емеске жатады. Ал арнайыларға бізде этиологиялық фактордың әсерінен цитохром оксидаза, митохондрияның ішіндегі ферменттердің активсіз күйге өтуі, жоғарғы температураның әсерінен
белоктардың денатурациясын айтсақ болады. Міне осындай секілді. Немесе механикалық түрде жасушаның жарылуы немесе езілуі деп айтсақ болады. Одан кейін ол бізде паранекроз кезеңіне өтеді. Осы паранекроз кезеңінде ол бастапқы қалыпқа қайтып орала алады, егер де бәрі күшейіп кетпесе, жақсы болса, паранекроз деп атаймыз. Одан кейінгі кезең ол бізде некробиоз деп аталады. Некробиоз ол уже біз некробиоз кезеңінде кері қайтара алмаймыз. Ол уже некрозға қарай кетіп баратыр. Бесінші ол бізде некроз, жасушаның өлімімен аяқталатын болады. Енді созылмалы зақымданудың кезеңдеріне келейік. Созылмалы зақымданудың ең бірінші кезеңі ол апаттық саты болып саналады. Апаттық кезең десек те болады. Бұл кезде бізде жасушаның функциясы өте белсенді, тым артқан болады. Енді сырттан қандай да бір күш келіп бұған әсер етіп тұр ғой, сондықтан ол өзінің жұмысын екі есе көп жасайтын болады. Одан кейін ол бізде көбею, яғни айтқанда өзінің жасушасын белок өндіруге қабілетті генетикалық аппарат бұл жерде белсенеді. РНК синтезі, ДНК синтезі барлығы артатын болады. Екінші ол бізде адаптация кезеңі. Енді ол үнемі зақымдап тұрған фактор, бұл созылмалыны айтып отыр. Яғни айтқанда этиологиялық фактор жай-жайдан әсер етіп үнемі жасушаны зақымдап тұр деген сөз. Демек, ол өзінің осы жағдайға үйрететін болады, адаптация жасайтын болады. Соның әсерінен жасуша бізде ұлғаяды. Мысалы, мынандай норма жасуша болса, ол бізде өте үлкен болады. Өйткені ол екі есе көп жұмыс жасап жатырғандықтан ұлғаятын болады. Оны біз гипертрофия деп атаймыз, гиперплазия деп атасақ та болады. РНК және белок, АТФ синтезі барлығы артатын болады. РНК, белок, АТФ-тің синтездері артады бізде. Одан кейін үшінші сатысы ол бізде дистрофиялық өзгеріс, не болмаса клетканың өлімі, қалдығы болып саналады. Жасушаның өлуінің екі түрі болады. Біреуі жаңа біз айттық, жітіде некрозбен аяқталады. Қандай да бір сыртқы фактордың әсерінен жасуша өлетін болса, ол бізде некроз болып саналады. Ал некрозған сәл өзгеше, ол бізде апоптоз деп аталады. Апоптоз ол жасушаның бағдарланған өлімі. Бұған да сырттан факторлар әсер етуі мүмкін, бірақ жасуша мен өлуге тиіспін деп өзі шешім қабылдайтын болады. Ал некрозда ол сыртқы фактордың қоймаған әсерінен ол жасуша шыдамайды, ары қарай өліп кететін болады. Енді біз апоптоздың патогенезін қарастырайық. Сырттан мысалы жаңағыдай әсер етіп тұр бізде бос радикалдар әсер етеді бізде. Одан кейін өспені жоятын фактор дейтін бар, ағылшынша оны ТНФ дейміз, Tumor Necrosis Factor альфа. Одан кейін мысалы сырттан келетін, жаңа айттық қой, нерв немесе эндокринді жүйенің регуляциясына шығып кететін болса, жасуша өлетін болады. Жаңағы өсу факторы, гормондар келуі, азайлығы сырттан әсер ететін болса. Одан кейін ол іштен әсер ететін болса, ол бізде репарацияның мүмкін емес болуы. ДНК-ның репарациясы мүмкін емес жағдайға келеді. Бізде жасуша көбею кезінде қателік кетпейді емес, кетеді.
Оны бізде арнайы белоктар бар жасушаның ішіндегі, олар өзі реттейтін болады. ДНК-ның керек емес бөлігін кесіп алып тастап, қателіктерді жөндеп, ары қарай егер репарация орындалса, оны көбеюге дайын етіп жібереді. Ал көбеюге дайын емес болса, онда ол апоптоз дейтін шешімді қабылдайтын болады. Және де кальцийдің көбейіп кетуі де ішкі тұрақсыздықтан туындайтын болады. Енді ары қарай апоптоз, бұның бәрі апоптоз жайлы айтылып жатыр. Енді бұл апоптоз боламын ба болмаймын ба деген ген арқылы шешілетін болады. Мысалы, апоптоз боламын десе, бакс дейтін ген іске қосылады. Егер де BC1 және 2 дейтін гендер қосылатын болса, апоптоз болмайды. Бұны біз антиапоптоз гендер деп атасақ болады, ал баксты апоптоз гені деп атасақ болады. Осыдан кейін бұның арасында бір шешім пайда болады. Шешім пайда болғаннан кейін бізде эндонуклеаза деп аталатын фермент бар. Сол фермент активтенетін болады. Эндонуклеаза дейтін фермент активтенеді. Одан кейін бұл бізде ДНК-ны түрлі фрагменттерге бөлетін болады. Одан кейін ДНК-ны бөліп тастағаннан кейін апоптоздық түйіршіктер пайда болады. Жасушаның жадында кімдер бар дедік? Макрофагтар бар. Сол макрофагтар келеді де фагоцитоз дейтін болады. Осымен апоптоздың патогенезі аяқталады.